Шортанның етін бір рет ет тартқыштан өткізіп алдық. Қазір екінші қайтара өткіземін. Сарымсақ пен пиязды қосамын. Мына жерде 2 килограмм 200 грамм фарш шықты. Енді осыған дәміне қарай тұз саламын. Қара бұрыш. Енді әркім өзінің талғамына қарай дәмдеуішті қосса болады. Шортан балығының еті құрғақ болатындықтан қаздың сорпасының бетінен жинап алған майды қосамын. Өте тамаша фарш болып шығады. Сочный, мощный котлет болып шығады. Нанның жұмсақ бөлігін суға салып, осылай міне үгіп фарштың арасына қосайын деп тұрмын. 2 жұмыртқа. Енді жақсылап бәрін араластырып алайын. Сүт қосуға болады. Әркім талғамына қарай. Жаңағы қаздың майы болмаса, оның орнына сұйық май, немесе қойдың майын ертіп, немесе қойдың майын балықтың етімен бірге тартып араластыруға болады. Бәрін жақсылап араластыруымыз керек енді. Котлеттерді осылай үлкенірек, ірірек етіп жасаймыз. Панировкаға аударып. Кеше әкелінген шортан балығының етінен қаншама котлет шықты. Енді 180 градуста қызып тұрған духовкаға 45-50 минутқа қоямын. Гарнирға обычный күріш қызып тұрған майға саламын. Котлеттер дайын болуға жақын. Гарнир дайын. Котлеттер дайын болды. Бісміллә деп. Тадам. Асымыз дәмді болсын. Қытырлақ сыртын қараңыздар. Негізі бұндай котлеттердің арасына сәбіз, асқабақ, капуста, картошка қосуға болады. Енді әркім өзінің талғамына қарай. Мен бүгін оларды қоспай осылай таза еттен жасадым. Ал енді дәмін татып көрейік. Ортасынан ашайық.